сабақтың тақырыбы, тема урока «Қарындашыңды берші». Берші, дай, пожалуйста, твой карандаш. Карандаш. Если карандашный твой, твой карандаш. Дай, пожалуйста, твой карандаш. Жаңа сөздер, новые слова. Дай. А берші можно сказать дай, пожалуйста. Қайшы, ножницы. В казахском языке нету правила же и ши пишется буквой и. Нету такого правила. Қайшы, ножницы. Өшір. Мягкое слово, мягко произносится. Сотри. Өшір. Қи, слово твердое. Қи, режь. Түрлі түсті, разноцветный. Түрлі түсті. Аспан, небо. Аспан. Жапырақ, лист. Жапырақ. Қағаз, бумага. Қағаз. Если не сахта, запомни, здесь даны окончания в форме принадлежности первого, второго, третьего лица. Менің қарындашым. Обязательно вы должны сказать мой карандаш, менің қарындашым. Сенің қарындашың, твой карандаш. Сенің қарындашың. Оның карандашы. Его или ее карандаш. Оның, его или ее. Категория рода в казахском языке нет, поэтому ее или его. Оның карандашы. Менің түрлі түсті карандашым. Мои разноцветные карандаши. Менің түрлі түсті қарындашым. Қағазды қайшымен қи. Вырежь бумагу ножницами. Қағазды қайшымен қи. Теперь в форме здесь притяжательное окончание первого, второго лица. Қиямын. Мын обозначает я. Я вырежу. Қиясың. Ты вырежешь. Қияды он или она вырежет. Оқылым 97-ші бет, бірінші тапсырма. Мен дүкеннен түрлі түсті қарындаш сатып аламын. Я в магазине куплю разноцветные карандаши. Қағазға сары қарындашпен күннің суретін саламын. Вы знаете, күн перевод солнце, либо день. А в данном случае солнце. Қағазға сары қарындашпен күннің суретін саламын. На бумаге нарисую желтым карандашом солнце. Оны қайшымен қиямын. Его вырежу ножницами. Көк қарындашпен аспанның суретін саламын. Аспан, небо. Синим карандашом, можно голубым карандашом, нарисую небо. Көк қарындашпен аспанның суретін саламын. Жасыл қарындашпен жапырақтың суретін саламын. Зеленым карандашом нарисую лист. Қызыл қарындашпен гүлдің суретін саламын. Красным карандашом нарисую цветы. Карандаштарымды қаламсауытқа саламын. Саламын, вы должны знать слово положу, кладу. Карандаши положу в пенал. Айтылым 98-ші бет, 3-ші тапсырма. Анельдің карандашы бар. У Анеля есть карандаш.
Или давайте мы скажем, Анельдің сары қарындашы бар. Анельдің сары қарындашы бар. Ол күннің суретін салады. Күннің суретін салады. Она нарисует солнце. Гүлсаяның көк қарындашы бар. У Гүлсаи есть синий карандаш. Ол аспанның суретін салады. Она нарисует небо. Аспанның суретін салады. Ертөренің жасыл карандашы бар. У ертөрі есть зеленый карандаш. Ол жапырақтың суретін салады. Он нарисует листья. Айтылым. 4-ші тапсырма 99-ші бет. Мен сары карандашпен күннің суретін саламын. Ребята, здесь вы должны по картинке составить предложение. И вот тут составлены, да? Мен сары карандашпен күннің суретін саламын. Я желтым карандашом нарисую солнце. Мен көк карандашпен аспанның суретін саламын. Я синим карандашом нарисую небо. Мен түрлі түсті карандашпен кемпір қосақтың суретін саламын. Ребята, вы не проходили свой кемпір қосақ? Кемпір қосақ – это радуга. Я разноцветным карандашом нарисую радугу. Мен жасыл карандашпен ағаштың суретін саламын. Я нарисую зеленым карандашом дерево. Айтылым 99-ші бет 5-ші тапсырма. Диалогты толықтырып оқы. Дополни диалог, прочитай. Сенің қандай карандашың бар? Қандай, какой? У тебя какой карандаш? Сенің, извините, пожалуйста, кешіріңіз. Сенің көк карандашың бар ма? У тебя есть ли синий карандаш? И я, менің көк карандашым бар. Сен сары карандашпен ненің суретін салдың? Ты желтым карандашом нарисовал что? Или какой рисунок? Рисунок чего? Ты желтым карандашом нарисовал рисунок чего? Мен сары күннің суретін салдым. Мен сары карандашпен күннің суретін салдым. Я желтым карандашом нарисовал солнце. Сен жапырақтың суретін қандай карандашпен салдың? Ты картинку или рисунок листа каким карандашом нарисовал? Мен жапырақтың суретін жасыл карандашпен салдым. Я нарисовал рисунок листа зеленым карандашом.